Қайырлы күн. Уәде еткенімдей, «Самый богатый человек в Вавилоне» кітабын қазақ тіліне аударуды бастадым. Кей жерлерін түпнұсқа қалпында аударсам, кей тұстарын өз түсінгенімді қорыта жаза бердім. Кітаптан тікелей аударған мәтінді қазір сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Вавилонның атағы жыл санап өшпей келеді. Қанша ғасыр өтсе де, Вавилонды ең бай қала ретінде, ал қазынасы көздің жауын аларлықта екенін айтып келеміз. Шын мәнінде, Вавилон қаласының байлығы тұрғындарының ақылының арқасы. Дамып гүлденудің құпияларын алғаш ашқан Вавилон тұрғындары еді. Бұл оқиға былай болды. Вавилон патшасы елінің ауыр халін көріп, уәзірлерімен кеңес құрады. Сол кеңесте патша, біздің қалада бай болудың құпияларын бәрінен мықты білетін кім бар? Деп сұрайды. Сонда уәзірі 70 жастағы Аркад есімді өте ауқатты кісіні айтып, патша әмірімен келесі күні Аркадты сарайға әкеледі. Сөйтіп, Аркад пен патшаның ұзақ әңгімесінен соң, Аркад тұрғындарға бай болу құпияларын үйрететін болып келіседі. Аркад өз келісімін басын изеу арқылы көрсетіп, «Ұлы мәртебелім, мен сіздің құлыңызбын. Мен өз білгеніммен қуана-қуана келісемін. Өзіңіздің уәзіріңізге 100 адамнан тұратын сынып ұйымдастыруды бұйырыңыз. Мен оларға бай болудың 7 құпиясымен үйрететін боламын». 2 аптадан соң Аркад өз құпияларымен күн сайын бөліскен еді. Бүгінгі бірінші құпия: әмияныңызды толтыруды бастаңыз. Әр 10 тиынның 9-ын ғана жұмсаңыз. Сіздің арық әмияныңыз тез арада толығып, керемет көңіл күй сыйлайтын ауырлықты қолыңыз сезіне бастайды. Сіздің қай арманыңыз барлық армандарды жеңіп шығады. Мүмкін ол тез алынып, тез ұмытылатын күнделікті қажеттіліктер, әшекейлер, қымбат киім немесе тәтті тамақ. Ал жер алу, сауда, кәсіп орын салу, алтын тағы басқа сияқты ұлы армандар ше? Күн сайын әмияннан алынатын ақша біріншісін әкеледі. Әмиянда қалған ақша екіншісін әкеледі. Үйренушілерім менің, кейбіреуіңіз маған 10 тиынның өзін өмірлік қажетімізге жеткізе алмай отырсақ, 9-ын қалай жеткіземіз деген сынды сұрақтар қоясыздар. Кеше кімнің әмияны бос болды? Деп Аркад оқушыларына қарайды. Бәріміздің, деп жауап қатады отырғандар. Сіздердің әрқайсыларыңыз әртүрлі ақша табасыздар. Біреу аз, біреу көп, біреуіңіздің отбасыңыз үлкен, ал барлығыңыздың әмияндарыңыз бірдей бос болып қалды. Енді мен сіздерге тағы бір шындықты айтайын. Біз өмірлік қажеттілік деп атайтын нәрселер біз қарсы болғанға дейін тікелей пропорционалды түрде өсе бермек. Әрқайсыларыңыздың отбасыңызбен бірге ақшаларыңыздан гөрі тілектеріңіз көп. Сол себепті сіз қанша ақша жұмсасаңыз да барлық тілектеріңізді орындай алмайсыз. Көптеген шығысты қысқартып немесе түгелдей алып тастаңыз. Әр ақшаның текке жұмсалмағанына деген сенімділік сіздің өмірлік ұраныңызға айналу қажет. Сондықтан өзіңізге ақшаны жұмсауға дайын болған қажеттіліктер тізімін ғана жасаңыз. Ең алдымен бірінші кезектегі өмірлік қажетті нәрселерді таңдаңыз. Қалғанын өкінбейтіндей етіп сызып тастаңыз. Еш уақытта 10-шы тиынға көз салмаңыз. Үнемі өз бюджетіңізді бақылауда ұстаңыз. Әмияныңызда қанша тиынға дейін тұрғанын біліп, санап жүріңіз. Бюджеттің мақсаты әмияныңыздың толуына көмектесу. Ол үшін үнемдеуді үйреніңіз. Сонымен екінші құпия: өз бюджетіңізді 10 тиынның 9-ын ғана жұмсайтындай етіп жоспарлаңыз. Міне, енді сендер әмияндарыңның біршама толғанын сезіндіңдер.
10-шы тиынды жинаудың әдетке айналдырдыңдар. Өз шығындарыңды есептеуді үйрендіңдер. Ендігі мақсаттарың жиналған ақшаны жұмыс істетіп, кіріс әкелетіндей ету. Әмияндағы алтын жанды жұбатып жылытады. Алайда бұл өлі салмақ. Табыстан жиналған тиындар байлыққа деген тек бірінші қадам, ал пайда әкелетін ақшаң сенің байлығыңның кірпіштері, деп Аркад 3-ші күні оқушыларына түсіндіреді. Ал алтынды қалай жұмыс істете аламыз? Менің алғашқы салымым сәтсіздікке ұшырап, бар жинағанымнан айырылып қалдым. Ол туралы кейін айтамын. Ең алғаш маған пайда әкелген ақша Аггар шеберге берген ақшаларым еді. Ол қару-жарақ өндірумен айналысқан болатын және жылына бір рет шетелден көп мөлшерде қола сатып алатын. Мұндай қомақты затты сатып алуға жеткілікті қаражаты болмағандықтан көбінесе ақшасы барлардан қарызға алатын. Аггар сый-құрметке өте лайықты адам. Ол қарыздарын пайызымен бірге уақытында қайтарып отыратын. Менің де оның да табысы тез өсіп отырды. Сіздерге айтайын дегенім, байлық ақшаның санымен есептелмейді. Байлық әкелетін табыспен өлшенеді. Сіз жұмыс істесеңіз де, саяхатқа шықсаңыз да табысыңыз өсіп отыру керек. Сонымен бүгінгі 3-ші құпия: әр тиын сізге жұмыс істеп, үнемі табыс әкеліп отыру қажет. Ол сіздің әмияныңызға сарқылмас ағынды құяды. Айтпақшы, бұл кітаптың қазақ тілінде шығарылған «Байлықтың кілті» деген аудармасы бар екен. Дайын кітап. Бір тамаша оқырманым өзінің пікірінде осы кітапты оқып 5 жылда миллионер болған қазақ кісінің бар екенін айтты. Мен үшін бұл керемет мотивация болды. Егер осы жазбадағы барлық 7 құпияны соңына дейін оқып, өз өмірлеріңізде мұқтап тұрып қолға алсаңыз, алынбайтын амал, салынбайтын қамал болмайды. Ал жалғасы кеттік. Сәтсіздік жылтырақты жақсы көреді. Сіздің әмияныңыздағы сақталған ақша сенімді қорғанысты қажет етеді. Әйтпесе, оны жоғалту қаупі бар. Құдай сізге зор байлықты сыйлағанға дейін қарапайым жинақтарды үнемдеу – ол даналық. Әрбір байлық иесі ерте ме кеш пе кейбір алдамшы жобалардың азғыруына түседі. Бұған оның көптеген туыстары мен достары итермелейді. Кез келген инвестицияның негізгі қағидаты оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Егер біз салымшылардың мүдделерін қанағаттандыра алсақ, жоғары қызығушылықты білдіретін уәделерге жетеміз бе? Әрине жоқ. Қауіпті тәуекел үшін өз капиталыңмен жауап бересің. Бастапқы салымды қайтару кепілдігіне назар аудара отырып, инвестицияның келешегін мұқият зерттеңіз. Сізді алдау үшін байлығыңыздың тез көбеюі туралы романтикалық армандарға жол бермеңіз. Біреуге ақша бермес бұрын қарыз алушының төлем қабілеттілігіне және оның беделі бұзылмағанына көз жеткізіңіз. Олай болмаған жағдайда сіздің еңбекпен тапқан ақшаңыз қадірін білмейтін кәсіпкерге жомарттың сыйындай болуы мүмкін. Кәсіпорынға инвестиция салудан бұрын онымен байланысты ықтимал қауіптерді мұқият тексеріңіз. Алғашқы инвестициям сәтсіздікке ұшырады. Жыл бойы жинаған ақшамды кірпіш қалаушы Азмурге берген едім. Ол терге саяхат жасап, финикиялықтардан сирек кездесетін зергерлік бұйымдарды сатып түскен пайданы бөліп алмақ болды. Финикиялықтар алаяқ болып шықты. Олар жасанды зергерлік бұйымдарды сатқан екен. Сөйтіп, менің байлығымның күлі көкке ұшты. Бүгін байлықтың 4-ші ережесіне жеттік. Әмияныңыз толған кезде оны шығындардан жоғалу қаупінен сақтаңыз. Жиналған қаржыны тек депозиттің толық қауіпсіздігіне кепілдік беретін, кез келген уақытта қайтарылатын және жоғарғы пайызды жобаларға сақтаңыз. Табысты инвестицияға қол жеткізгендердің кеңесіне құлақ асыңыз. Олардың ақылы сіздің алтыныңызды қауіптен сақтайды.
Вавилон тұрғындарының көбісі жалдамалы үйлерде тұрып жатыр. Үй иелеріне көп мөлшерде жалдама ақысын төлейді. Бұл дегеніміз қаншама ақша жыл сайын қайтарымсыз кетуде. Әр адамның өзінің жеке басты үйі болуы қажет. Ол өзінің тұрақты баспанасы барына қуануы керек. Үй аламын деп мақсат қойған адамға мүмкін емес нәрсе жоқ. Біздің ұлы патшамыз жерді кеңейтіп қала тұрғындары үшін қолжетімді бағаға әдемі үйлер салғызды емес пе? Үй мен жер сатып алуға қаражат салуды қалайтындарға ақша бөлінеді. Сіз құрылысшылар жұмысына ақы төлеу үшін осы қарызды пайдалана аласыз. Ал сіздің жиналған алтыныңыз сіздің төлем қабілеттілігіңізге кепілдік береді. Өз үйіңізді салғаннан кейін сіз қарыз ақшаны үй иесіне төлегендей алған жерге ай сайын үнемді қайтара аласыз. Бірнеше жылдан кейін қарызды өтеп өз мүлкіңнің иесі болғаныңды қуанышпен атап өте аласың. 5-ші құпия: тұрақты баспанаңның иесі бол. Бүгін 6-шы құпия: болашағыңды қамтамасыз. Әр адамның өмірі сәби шақтан қарттыққа дейін ғана екенін білесіңдер. Өмір заңы осы. Сіздерге айтарым, өз болашағыңызды қазірден бастап ойлауларыңыз керек. Сіздің отбасыңыз сіз өмірден өткен соң да ештеңеден тарықпауы қажет. Ол үшін болашақта пайдасы бар деген үйлер мен жерлер сатып алуға болады. Жақсы өсімді депозитке салуға да болады. 6-шы құпия: алдын ала өзіңіздің қартайған шақтағы өміріңізді қамтамасыз етіп, отбасыңыздың жайлы өмір сүруіне қамқорлық жасаңыз. Мінекей, сонымен байлықтың 7-ші құпиясы. Алдыға қойған мақсат нақты болсын. Егер мақсат көп болса, қай мақсатты орындарыңды білмей жүресің. Біз ақылды бола түскен сайын біз көп ақша табамыз. Әр адам мына қағиданы есте ұстасын: қарызды уақытында қайтар. Егер қайтаратын ақшасы болмаса, қарызға кірмесін. Өз қабілетің мен талантыңды үздіксіз дамытып, білім алып, ақылдырақ бола түсуің керек. Міне, мен көп жылдар бойы жинаған тәжірибемен бөлістім. Вавилонда сіздердің түстеріңізге де кірмеген алтын бар. Алтын бәріңізге жетеді. Ол үшін менің кеңестеріме құлақ асып, өз байлықтарыңды көбейтіңдер. Бүгін Вавилондағы ең бай адам кітабын аударып болдым. Жазбаларымнан конспект жазып жүрген қыздар бар екен. Риза болдым. Өз өмірлеріңізді жақсы жаққа өзгерту қолдарыңызда. Баршаңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.